Спандияр Көбеев, Қалыңмал романы, 4 бөлім. Кештетіп Қожаш үйіне келді. Далада су әкеле жатқан жеңгесі күліп: "Түсің жылы көрінеді кенжем, жолың болды ма, ат көлігің есен бе?" деді. Қожаш күлімсіреп есен деп үйге кірді. Көңілсіз емес екендігін жеңгесі сезіп, анығын білуге асықса да, Қожаш көп құмарландырмай үйден шыққаннан үйге келгенше көрген-білгенінің бәрін айтты. Құмарланып тыңдап отырған жеңгесі: "Жарайды, қайырлы болсын. Бірақ осы күнге дейін сен қалай шыдап жүресің? Ғашан қалай шыдап жүреді?" деп әзіл тастады. Қожаш күлімсіреп: "Bir сағатта көрісе алмай отыра алмағандаймыз. Бірақ тым жиі бара берімен көзге түсіп, құр сезікті боламыз ғой", деп қойды. Қожаштың аулында қандай сырлар болса да жасырыспайтын Бекарыстан дейтін бір жолдасы болатын. Сол жігіт бір күні Қожаштан: "Кейде көңілді, қуанышты, кейде жабыңқы жүресің, Қожаш. Маған сырыңды неге айтпайсың? Кейде қыдырсаң жалғыз қыдырып кетесің", деді. Қожаш бастан аяқ барлық сырын айтты. "Енді мен құр бозбалашылығым болса, бөтен біреу естіп, сезсе де еш нәрсе етпес еді. Құдай бұйырса, осы жаз алып қашамын ба деген ойым бар. Ешкімге сездірме, Бекарыстан. Өзің ат салысып, маған жәрдемші бол", деді. "Жарайды, қолдан келген жәрдемімді аямаспын. Құрбылық былай тұрсын, Тұрлықұлдан кек алу үшін де ісіңе кірісемін. Ана жылы жоғалған бір биесін нақақтан-нақақ үйде қарап отырған біздің Жанарыстаннан көріп, жаяу тастап, жалғыз атымен бір сиырын алды ғой. Сондағы Жанарыстанның күнәсі, бие жоғалған күні кешіне бір тайын іздеп Тұрлықұлдың жылқысын аралаған екен. Итбайдың қызына өзім де сөз айттырайын деп жүр едім, енді мен қойдым. Оған да осылай болсын. Ал енді ертең Ұрқияның күйеуі келеді деп естідім. Сәрсенбі, бейсенбіге ойыны болса керек. Соған барайық, Қожаш. Менің аттыммен ертең ағам қалаға барушы еді, сенің атыңды жегеміз." "Жарайды, барайық." Ертеңіне 5-6 жігіт боп Қожаш Бекарыстан Ұрқияның тойына баруға шықты. Той Тұрлықұл ауылымен көршілес отырған Алтыбай ауылында. Бұл екі ауылдың іргесі айрылып көрген жоқ. Қазақтың қар басқан ауылы. Пештің мойнынан шыққан түтінінен болмаса, қай жерде үй бар, қай жерде үй жоқ екенін адам сыртынан қарап білетін емес. Қорадан шығып жүрген бейсауат малда көрінбейді. Ауыл сыртында қар теуіп жатқан 10 шақты арық-тұрақ. Сырттан ауыл жым-жырт. Ауылдың шетіндегі бір үйге түсіп, той етін жеп бола берген мезгілде сырттан "Атшабар, Атшабар" деген дауыс шықты. Ауылдан топтанып шыққан кісілерге еріп бұлар да барды. Бұлар келсе, бір жағынан Бірке, Әлкен, Жүністер де келіп қалған екен. Бір-біріне қосылып шұрқыраса кетіп, бірыңғай отырды. Бұлар бәйгеге Жүністің қара керін әкепті. Сол жылы қыс жеңіл болғандықтан, дәмелі бозбалалар астындағы бір-бір атын жаратып тастаған екен. Бұлардың ішінде Бірмән деген ақкөңіл, алаңғасарлау бір жігіт бар еді. Жұрттың бәйгеге қосайын деп жатқан аттарын көріп, делебесі қозып: "Мен де атымды шаптырамын", деді. Бірке Бекарыстанның қой дегеніне болмай, тым болмаса бір таң асырмаған атын бәйгеге қосады да жібереді. Сонымен Қожаш Біркелерден бәйгеге 2 ат қосылды. Атты айдап жіберген соң жиналған жұрт екі жарылып күрес салды. Бірмән жайшылықта көрінгенмен алысып, жұлыса беруші еді. Әркім азақтап Бірмән балуан дегенді малданып жүрсе керек. "Бас балуанға өзім түсем, жол біздікі", деп берсеніп ортаға барып отырып алды. Жиналған жұрт жол дегенге сөз айтсын ба, Бірманға балуан шығарды. Екеу ұстаса кетті. Кім жығылғаны белгілі ғой. Боз балалар күресіп болғанша ат та келіп қалды. Жүністің қара кері мен бір торы ат бөтен аттардан оңаша, алдында қатар келе жатыр. Торы ат Байғазының баласы Шалқанның белгілі жүйрік торысы. Шалқан: "Менің атым озып келеді" деп шертиіп, түлкі тымағын қисайта киіп ортаға шыға берді. Шалқан: "Кейін тұр, аттарды жасқантасың. Кімнің аты озып келгенін жұрт көреді ғой", деп Жүністе қарақшыға қарай жүгірді. Торыдан қара кердің мойны озып қарақшыдан өтті. Шалқан: "Бас бәйге менікі, бұлай шыға менің атым озды" деп жанжал шығарды. Жүніс:
Бәйге менікі, менің атым озып келген, жұрт көріп отырсыңдар, деп ентіге басып ортаға барды. Оңбаған медеу, саған не қылған бас бәйге? Деп шалқан жүністі қамшымен 2-3 рет сілтеп өтті. Шарт-шұрт төбелес болды. Жұрт қойлап, төбелесті тоқтатқан соң шалқан тұрып, бәле медеу, кеше қатыным мен жеріңді алып ек, бұдан былай басыңды алармын, деп атының басын бұрды. Біркенің Смайыл дейтін шалы тойға аяғынан кездескен. Маған шапан бермей, томанға кигіздіңдер. Мені ырымнан құр тастағандарың кешегі штаттан қалмай жүрген кикілжің ғой. Бірке, жүніс, атқа мініңдер, бұның тойында, өзінде, деп боқтап тағы жанжал шығара түрегелді. Түлкібай дейтін сол ауылдың ақсақалы. Бір ашуыңызды бізге беріңіз, сәке, деп Смайылды тоқтатып, бір көкшолақ ырымын әперді. Той тарқағасын, кеше ойынға жиналған бос балалардың басы құрала бастады. Қожаш бекарыстан біркелер де жолдастарымен іздеп келген жерлеріне барып, қыздармен араласып отырып алды. Қожаштың түндегі Серғазыныкіндегі Ғайшамен бірге отырғаны, сөйлескен сөздері, қылықтары есіне түсіп, қасында үкілері тоқпақтай болып отырған қыздарды менсінбей, бұл ойында жөнді өлең айта алмай өте көңілсіз өткізді. Ойынға бір кезде шалқан келіп, «Мына медеудің боз балаларын шығарыңдар, жаудың бізге керегі жоқ», деп айқай салды. Бірке, «Шықсаң өзің шық, өзіңе жанжал керек болса, үйді білдірмей далаға шығып төбелесейік», деп белсеніп тұра келді. Жұрт екі жағына да жалынып, тоқтатып ойынға отыра берді. «Бәлем, тұра тұр», деп шалқан ашуланып шығып кетті. Қыз бозбалаларды ойнатуға Түркеш, Нұрыш дейтін екі жігіт шығып, бір қыз бір бозбаладан отырғызып, қазақшылық қалыппен ретімен өлең айтқызып, сақина алмақ, алақан соқпақ дейтін ойындарды ойнатып болғанша таң атуға жақындап қалды. Отырған қыз бозбалалар шаршап, кейбіреулерінің ұйқысы келіп, кейбіреулері көлеңкелеп, сулап бөтен әңгімеге айнала бастады. Кию қосшысының бозбалалардың ырымын әперіп ойынды тарқатайық, деп Нұрыш Түркеш барып ырым сұрады. Кию қосшысы Әлімбай деген бір тіс қаққан жігіт еді. «Жарайды, берейін. Орамал тонға жармағанмен жолға жарайды деген мақал бар еді. Кәне, не аласыңдар жігіттер?» деді. «Жиылған қыз бозбала көп, 10 сомның күмісін бересің», деді Нұрыш. 10 сомды қой, 3 теңгенің күмісін алып, соны жеткізе берсендерші. Ораздың малын аяйсың ба? 3 теңгемен ойын таратқанды қай атаңда көріп едің? Түнегіні медеу салықтың қызын ұзатқанда киюден 10 сомның күмісін алғанбыз. Сол медеудің бозбалалар да ойынға келіп отыр. Оларға таба боларымыз жоқ, деп Түркеш дауласып отырып алды. Ақырында кию құдадан сұраған кәдесін алып, қыз бозбалаларға апарып үлестіріп беріп, ойынды тарқатты. Ауылы шалғайырақ Қожаш бекарыстан Бірке жүністер Ұрқияны шығарып салып, ертең бір жолата қайтамыз деп сол ауылға қонып қалады. Ондағы ойлары, не болса да осы ойынды аяқтап кетейік. Шалқанды Құдай бір кездестірмес пе екен? Осы Тұрлықұлдың қосағын қосақтап бізбен байланысып жүр ғой. Болмаса оның бізде несі бар? Осының сүйегінен кетпейтін бір таңба салып жіберейік. Тұрлықұлдың жалғыз қызының күйеуі шалқан таяқ жеп қайтса, ол Тұрлықұлға да тиген таңба болады ғой, деген еді. Ертеңіне Ұрқияны шығарып салуға ауылдан 3 шақырымдай жерде 30 шамалы бозбала бірсыпыра қыздар жиналып тұр еді. Жиналған жігіттер Біркенің ыңғайындағы бірсыпыра кедейлер еді. Тұрлықұлдың қосағын қосақтаған байғазыдан бір өліп ек. Шалқаны тағы масқарасын шығарады-ау, деп жігерленіп әңгімелесіп тұр еді. Көп ұзамай-ақ қасында Тұрлықұл ауылынан 10 шақты жігіті бар ылғи түлкі тымақ, семіз ат мінгендерді ертіп шалқан келді. Артында екінші шанада Ұрқиялар келе жатыр. Буына нан піскендей болып, жігіт бөлектеп шалқан кеп тұра қалды. Ұрқия келгесін медеу жігіттері киюден дөң асар ырымын сұрады. «Сен қу тірсектерге нен дөң асар керек? Алтыбай мен Тұрлықұл ауылының құдай киюінен дөң асар алуға жетіп бедіңдер?» деп шалқан түсе қалды. «Алтыбай мен Тұрлықұл ауылы кім еді? Аламыз», деді. Тұрлықұл кім болмаса, кеше қатыны мен тал түсте кең шалғынды қалай бердіңдер?» деп торы атпен ортаға қарай көлденеңдей берді.
Кең шалғын құлағына тиген соң манадан шыдамай тұрған жүніс шалқанды 8 қырлы қамшымен періп-періп өтті. Тұрлықұл кең шалғын туралы медеуге істеген зорлығын ертең Ғайшаға да істейін деп отырғандығы есіне түсіп, Қожаш та шыдап тұра алмай, білеудей қамшымен шалқанды 1-2 тартып өтті. Ұзаға шыдай алмай тұрған жігіттер мырзаларды сойды да салды. Шалқан шекесі қанап аттан құлады. «Іс бітті, бір кекті алдық!» деп Бірке жігіттерді алып ауылға қарай жүріп кетті. Қожаш үйіне келіп, оны-мұны шаруа жұмыстарын біткесін, ертең Ғайшамен уәде еткен күні қайткенмен де барып бір көруге асығып жүрген ғашығының көңілін бітірейін деп атына мінді. Жақсы көретін жеңгесі Қожаштың атының басын ұстап тұрып, «Сапарың қайырлы болсын!» деп күліп қалды. Жолдан Бірке жүністерге соға кетейін деп Біркенікіне түсе қалды. Әңгімелесіп отырып Бірке: «Біздің ақсақалдар кең шалғынмен тасып келді. Тағы әнеугүні өзіне айтқан жесір әңгімесін ұмытпаған көрінеді. Осы Итбайдың қызының тұсында Тұрлықұл байдан кекті бір алып қалуға болар еді. Бірақ сол қызды әкететін еркек тумаған шығар», деп отыр. «Жүніс әлкен болып өзіміз ақылдасып ек, сол Ғайшаны алуға сені лайықтап отырмыз, жиен. Сен қалайсың? Шыныңды айт. Осы қыздың тосында ат жүрмеген жерде қалмақшы болып отырмыз. Сен талап етсең реті келетін орындар бар. Құлдан келген жәрдемді Тұрлықұлдан бір кек әперуге жарасаң, сенен аямас едік», деді. «Жарайды, олай болатын болса, мен сендерге сендім. Жас-жастың тілеуі бір деген бар еді. Жалғыз өлікті кісімін ғой, маған да жолдас керек. Сендер жолдас болам десеңдер, маған жарайды. Бірақ менің айтатыным 2 сөйлемейік, сөз бір болсын», деп қол алысып Қожаш атына мінді. Біркемен сөйлесіп отырып айналаңқырап қалған екен. Кештен кіреп Қожаш Серғазынікіне келіп қонды. Серғазы да қонағына қуанып қалдырмастан амандықты сұрап жатыр. Қожаш та амандыққа қанып, «Әлгі жаман немелерінің дені сау ма?» деп жалпылдап қалды. Шай ішіп отырғанда Серғазы қатынына: «Мана Ғайша екеуің не сөйлесіп отыр едіңдер?» деді. Бәйбішесі күлімсіреп Қожашқа бір қарап қойып: «Үкіліме кешке кел, екеуміз отырып істігейік деп едім», деді. «Олай болса, біраздан соң әлгі қойшы баланы жібере қой, шақырып келсін». Мұны естіген соң Қожаш қуанып Ғайшаны көргенше асығып отырды. Біраз уақыттан соң ас пісіге жақындаған мезгілде ауыз үйдегі қойшы балаға келіп Серғазының бәйбішесі: «Шырағым, барып үкілімді шақырып кел. Жеңешем іс тігейік деп айтады де. Біреу-міреу үйлеріңде қонақ бар ма десе, ешкім жоқ де. Бар, көп кешікпе, қазір ас түсіремін», деп сыбырлап жұмсап жіберді. Қойшы бала Итбайдікіне жетпей, екі ортада келе жатқан Ғайшаға жолықты. «Сені шақыра келе жатыр едім, апеке, жеңешем жіберіп еді, іс тігейік деп. Жүр апа», деді. «Қарағым, үйлеріңде кім бар?» «Жеңешем сұраған жанға айтпа деген, сен айтып қойма, апеке. Үйде әнеугүні шілделікте сенің қасыңа отырған жігіт қонып отыр. Антұрған енді бөтен біреуге айтып қойма. Айтсаң жеңешеме айтып жаныңды шығарам», деп қонақтың кім екенін сезген Ғайша қуанғаннан жүгіре басып, үйге қалай жеткенін білмей қалды. Қожашты көрген соң екі бетіне қан жүгіріп, қызарып, бірер рет көзінің астымен Қожашқа қарап қойып, ептеп басып, жеңгесінің қасына сызылып қана отырды. Шынтақтап жатқан Қожаш Ғайша келген соң басын көтеріп, көңілімен құшақтап сүйгендей болып амандасты. Байқаған кісіге бұл екі ғашықтың амандасқанында да бір түрлі жақындық, әдеп, сыпайшылық болды. Екеуі де біріне-бірі 9 күннен бергі көрген-білгенін айтпақшы, бірақ оған уақыт жоқ. Ас ішіп болғасын, бір сыпыра ас басып, әңгімелесіп отырып, Серғазы мен Қожаш төр үйге төсек салдырып жатты да, Ғайша мен Серғазының әйелі ауыз үйде іс тігіп отырды. Қойшы бала әлде қашан ұйықтап қалған. Шам сөнген соң Серғазы Қожашқа қарай аунап түсіп сыбырлап: «Анау күнгі ойыннан бері Ғайша осы үйге келгіштеп жүр. Бал күміспен сырласып жүрсе керек. Істеріңнің бет алысы жаман емес сықылды көрінеді. Осы сен не ойлап жүрсің, жиен?» Жазда тірі кісіге жақындап қалды. Итбайдың көңілі енді бірер жетіден соң Тұрлықұлдан мінетінін мініп, артынан алатын ақшасын алып,
беріге дайырлана бермек. Құр бозбалашылық уақытша ғана нәрсе ғой, түпкілікті жолдастыққа көңілің қалай? Деді. Білмеймін, нағашы, басымды Ғайша үшін қиған кісімін, бірақ қорқамындағы Тұрлықұлдың жалғыз үйлі мен түгіл іргелі елге істеп отырғаны анау. Не басында, не жерінде, не жесірінде еш билік жоқ. Пәлесі тағы өз алдына. Не істеп не қойарымды білмей жүрмін. Ақылыңды айт, нағашы, не қыламын? Үйіңді мұнда тастап, Ғайшаны еліңе әкеткенде, мұнда жалғыз ағаңды жүндей тұтып жеп қояды ғой. Менің ойлап жүргенім жас. Қар кете салысымен еліңе көш. Елге барып қосылғасын жайланып, бірер жігіт ертіп келіп әкетсең дұрыс болады-ау деймін. Елге келсек, бұл елде тап тұйнақтай тыныш отырған жоқ. Тұрлықұл болсын, оның жанашар жалғыз құдасы Байғазы болсын, оның серігі Құрымбай, басқа би-болыстардың былайғы қара бұқараға тұяғы тимегені жоқ. Солардың қай-қайсысының болса да атының сүрінгеніне жаны ашушы көп емес шығар. Әйткенмен де жесірін іздемей қарап тағы отырмайды. Сендер де іргелі елсіңдер. Түбі бір жөні болар, ел қалпы осылай. Ендігі бір жақын болып сырласатын адамдардың өз ауылының бер жағындағы жартас маңындағы ел. Ол елдің ана жылы білесің ғой, суатқа жылқыңды ауыл үстінен айдама дедің деп, кең шалғын деген шабынын тартып алып отыр ғой Тұрлықұл. Тағы соның ызасымен бір жесірін тартып алған. Сол елдің Әлкен Жүніс Бірке деген жігіттеріне бар да, олармен қауіпсінбей сырлас. Қолдан келген жәрдемін аямас. Тұрлықұлға азуын басып жүргендердің бірі солар. Осы сияқты ел жайымен Қожашты әбден таныстырып, бірсыпыра кеңесіп жатып ұйқылары келгесін Серғазы төсегіне кетті. Таң ұзақ, іс тігіліп болды. Серғазы ұйықтап қалды. Үйде жатпаған адам жоқ. Жалғыз-ақ бесіктегі баланың анда-санда іңгәлап, ыңырсып жалағаны болмаса, Қожаш Ғайшаны мазалайтын ешкім жоқ. Біреу-міреудің көзіне түсіп, сезікті болармын деп, Қожаш ертемен қайтып кетті. Ғайша үйге барып, төбеге шығып, Қожаштың қарасы үзілгенше қарап тұрды. Ғайша мен Қожаш кеткесін Балкүміс Серғазыға: осы үкілім жиен дегенде ішкен асын жерге қояды. Бір сағат көрмей отырсам, тұтқында болғандай боламын дейді. Екеуі де біріне-бірі лайық балалар ғой. Тұрлықұлға барғанда байғұс не күн көрер екен, деді. Осының көз жасына ортақ болмайын деп істеп жүрген ісім ғой. Оны өзің де сезіп жүрген шығарсың. Енді сен ешкімге сездіре көрме. Егер жиен мен жоқты келсе, өзің реттеп жүрерсің, деді Серғазы. Осы қалыппен қар кеткенше Қожаш келіп кетіп жүрді. Оның келіп кетіп жүргенін сезе қойған кісі жоқ. Қожаш сірә кеш келіп ерте кетуші еді. Сол ауылда жалғыз-ақ Жұмаш деген жігіт сезіп Серғазыға айтып еді. Серғазы: қой шырағым, о да өзіңдей бозбала ғой. Болса бозбалашылығы бар шығар, болмаса жоқ шығар. Көрсең де көрмегенсіп жүре бер, деген. Серғазы сыйлайтын ағасы болғасын, Жұмаш үнді қойған. Қайта соңғы кезде сырға әбден қанық болғасын, Итбайдың жазықсыздан жазықсыз Амантайға бір сабатқаны бар еді. Сол кегім қайтсын деп Қожашқа толық тілектес болып алған. Әр нәрсенің уақыт жетіп, жыл мойны болса жақындап келе жатқансын, бір күні Тұрлықұл Әбішті шақыртып алып: Итбаймен іс бітірсек қайтеді деп ем, деп ақылдасты. Бәйбіше қайтқаннан бері үй шаруашылығының жүдеушілікке айналғанын тағы да жырдай қып мұңайды. Жарайды, қайырлы болсын. Уәделі күн болса жақындап келеді. Іс бітірем деуіңіз теріс емес. Итбай да момын адам ғой, уәдесін бұзбас. Бір кісі жіберіп шақыртып алыңыз, деді Әбіш. Тұрлықұлдан шақыра кісі келгесін, қалай барып қонақасы үшудің амалын таба алмай отырған Итбай қуанып қалды. Ертеңіне Амантайды ертіп, бір жігіт қосшы алып, Тұрлықұлдікіне ерте-ақ келіп қалды. Құда қошеметіне ауыл адамдары жиналып, Әбіш те келген. Бұлар әңгімелесіп көп отырды. Әңгіменің көбі үй шаруасы, мал жайы болды. Итбайдың қуанышы өз алдына: бұл не деген тәрбие? Ол не деген қонақасы? Көрпе, жастық, байдың бәйбішесі өлмесе, бұл тәрбие, құрметке қолым жетпесе еді-ау, деп біресе оң жағындағы, біресе сол жағындағы жастыққа сүйеніп, шынтақтап отыра алмай отырды. Ертеңіне Әбіш байдың Итбайды шақырған жұмысын, іс бітіретін мезгілдің жақындап келе жатқандығын айтты. Итбай Амантай жарыса: бізде екі сөз жоқ, уәдеміз уәде, қайырлы болсын, деп жалпақтап қалды.
Әбіш пен Тұрлықұл ақылдасып, Итбайды күркейтіп жіберу ниетімен мініске екі құрат Амантайға арықта бір дөнен мінгізбекші болды. Шапан шапқыты өзіне басқа. 250 сомды санап, қалтасына бөлек түйіп алып, Әбіш қу: «Молдеке, мына 250 сом ақша, санап алыңыз, жапырақ емес қой», деп күліп Итбайдың алдына тастай берді. Итбайдың жүрегі лүпілдеп, қолы қалтырап, ақшаны 2-3 қайтара санап, әйкеліне сыймаған соң жаман орамалына қайта-қайта түйіп қалтасына салды. Итбайдың ыңғайын байқаған Әбіш қу: «Молдеке, біздің байдың жайын өзіңіз көріп отырсыз ғой. Тезірек қимылдаңыз, әйелдің бір кейіншектендіре беретіні болатыны бар да», деді. Итбай тағы да: «Уәде, осыдан барғасын қалаға барып, керекті нәрселерді алып даярлана берем, өздеріңіз де хабарласып тұрыңыздар», деді. Мұнысы Тұрлықұлды сыпайылап шақырғаны. Құдалар бірер қонғасын ат жектіріп қайтуға айналды. Ат жегетін бала тұрып шыға бергенде Итбай: «Әй шырағым, байдың берген 2 атын жек», деп қоқиланып қойды. Амантай отырып: «Жақсы, Тұрлықұл, құрметін Құдайдан қайтсын. Әйел баланы күйеуге берерде кісі осындай орын іздейді ғой. Баласына мұндай орынды жер кездесе берсе жарайды ғой», деп Итбайға қарап: «Қош, енді жүрейік», деді. Итбай көтеріліңкіреп қойды. Ат даяр деген хабар келгесін кісілер киіне бастады. Әбіш қу Итбайдың күпісін кигізіп, белбеуін тымағын әперіп бәйек болып жатыр. Итбай бір семіз кісіше үхілеп ырсылдап киініп болды. Далаға шыққасын кісілер қоштасып, Әбіш Итбайды қолтығынан көтеріп шанаға мінгізді. Итбайдың төбесі көкке 2-ақ елі жетпей қалды.